Армысыз тыңдарман, жан құмары арнасына қош келдіңіз. Әңгімені тыңдамас бұрын каналға тіркеліп кетіңіз. Көрші үйдің үлкен қалада тұратын қызы Жаңыл балалармен қыдырып келгенін естіп, алыстан 6 жасар бала келсе дегенді басшылыққа алған ауыл әйелдері бірі кіріп, бірі шығып, амандасып кетіп жатты. Жұрт аяғы сабырлаған кезде Гүлайнаның әжесі де сол үйге беттеген. Қашанда әжесінің қыр соңынан қалмай, шалғайына оратылып жүретін Гүлайна бұл жолда әдетінен жаңылмады. Міне, жолдың майда топырағын бұрқ-бұрқ еткізіп, жүгіре жортып, еріп келеді. Көрші үйге баруға әжесі аузынан тастамайтын Жаңыл әпкесін көруге құштар. Оны көз алдына елестетіп, ертегілердегі ханшайым алдынан шығатындай жүрегі алып ұшады. Жаңыл әпкесі шынымен де әдемі екен. Оның бойжеткен қыздай қалпына қарап, кезінде мектепті өз мамасымен бірге бітіргеніне сенер емес. Үстіндегі ауыл әйелдерінен өзгеше киімі де сондай жарасады. Бірақ жүзіне күлкі үйіріліп тұрса да, апасының басқа кластастары сияқты өзіне мейірлене төніп, бетінен сүймегеніне, тіпті бұл жаққа мойында бұрмағанына кішкентай қыз бір түрлі болып қалды. Әжесімен жарқылдай амандастық сұрасып, Жаңыл өзіне жабысып, бірдеңе деп қыңқылдай берген ұлына: «Ерсін, далаға шығып ойна», деп сыбырлады. Ұлы жыламсырап, одан бетер жабысқысы келген. Сол кезде Жаңылдың көзі томсырайып тұрған Гүлайнаға түсіп, бір амал ойына келе қалғаны: «Бар, ойыншықтарыңды көрсетші мына қызға». Мұндай ойыншықтар Гүлайнаның түсіне де кірмеген. Ауылдағы Сәкінің бұрыш-бұрышында үйіріліп жатқан ойыншықтарға аңтарыла қарап тұрып қалған әуелі. Сосын өз көзіне өз сенбей ұстап көрмекші де болған. Бірақ ызылдап, шиқылдап, сыртылдап, тіпті адамша жүріп, күліп жылайтын ойыншықтардың қайсысына қолын созса да, ерсін соған бас салады. Бұрын естімеген дыбыстарға елеңдеп, сол маңда ойнап жүрген тағы да бір-екілі бала келген, бірақ көп тұрмады. Өздерінен ойыншықтарының қайсысын тығарын білмей аласұрған балаға күле қарап, қолдарын бір-ақ сілтеді де, анадайда доп қуып жүрген ересек баларға қарай кетіп қалды. Гүлайна да соңдарынан ерді. Доп ойнағандардың ішіндегі бөтен баланы бірден аңдыды. Бойы сидиған, ұзын, қимылы ебедейсіз екен. Алдына келген доптан қайта-қайта айырылып қала белгеніне ыза болған ауылдықтар оны қонақ деп аяп жатқан жоқ. Кіжініп, айқайлап, намысына тиер сөздерді қарша боратуда. Қалалықтың соның бәрін елең қылмай, емпелеңдеп жүгіріп жүргеніне таң қалды кішкентай қыз. Аяды да. Ауылдастарының сөздері үшін ұялып, ол жерден тезірек кетіп қалғысы келді. Сол оймен үйіне беттеген Гүлайнаны ерсін айқайлап тоқтатты. Үйілген ойыншықтардың қасында жалғыз отыр екен. «Кел, қызық ойыншық көрсетем», деді бір қисық көгала таяқты жоғары көтеріп. Ол не екен? Қыз өзіне жақындай бергенде ойына әлде бір қулық келген бала қолындағы таяқты бұған қалай лақтырмасы бар ма? Шыргөбелек айналып, өзіне қарай ұшқан таяқты көз шалған Гүлайна бұғып кетті. Көзін тарс жұмып, басын қос қолымен қорғап, таяқтың сарт етіп тиюінен күтіп тұрғанда, ерсінің шлек сесі қатып, күлгенін естіп, көзін ашты. Ол аяғын әлтек-тәлтек басып, біресе ішін ұстап, біресе санын чапалақтап, тоқтай алмай күліп жүр. Қолында жаңа ғана бұған лақтырған көк ала таяқ. Аңырып тұрған мұны одан әрі таң қалдырғысы келіп, ерсін көк ала қисық таяқты аулаға бұрқ-сарқ еткізіп, қайтып айналып, самаурынға қарай сілтеді. Гүлайнаның жүрегі зу ете қалды. Таяқ самаурынға тимес екен, ерке бала мүлт кетсе екен деп тіледі. О, керемет! Мұның тілегі қабыл болып, ұшып бара жатқан қисық таяқ әуеде бір сәт кідірістеді де, орта жолдан кері бұрылды. Қуанып кеткен кішкентай қыз қонақ баланың басынан асып барып, топырақты бұрт еткізе құлаған таяқтың жанына жүгіріп барса да, қолына алуға қорқады. Көзі көк ала таяқта. Алшаңдай басып келген ерсін таяқты жерден іліп алып жатып, бұдан: «Не, бумеран көрмеп пе едің?» деп мысқылдай сұрады. «Бумеран?» Гүлайна басын жайқады. Қыздың сөзіне ерсін тағы да ішек сілесі қатқанша күлді. Күлкісін тия беріп, «Бумеран» деп қайталап тағы күлді. Гүлайнаның онымен іші жоқ, сиқырлы таяқты көзімен ішіп жеп барады.
тілегін орындаған таяқты ұстап көрейін деп қолын созып еді, алып қояма деп ойлады ма, бала жалма-жан артына тыға қойды. Ол мен айтқан соң қайтып оралды, деді қыз оған тура қарап. Өзінің түсінігі бойынша шақырған кезде арсалан күшігі сияқты таяқта мұның айтуымен келгенін жеткізбек болған. Бала құлақ салғысы да келмеді. Шегіншектеп бірер адым жасады да бұрылып үйіне қайта тұра жүгірді. Ха, ол бумеранг, мен лақтырдым, маған ғана қайтып оралды, деп айқайлады Ерсін үйіне кіріп бара жатып. Төркіндеп келген Жаңыл әпке үйінде жатқан бір айда Ералы мен Ерсін ауыл балаларына қосыла қоймады. Ұлдары туған ауылының балаларына сіңісе алмады ма, әлде жерлестері қаладан келген жиендерді жарытпады ма, бұған Жаңыл бас қатырған жоқ. Үлкен ұлы Ералы музыкалық колледждің емтиханына дайындалсын деп, осында әдейі алып келген. Балалармен жақын танысса, ойын қызығына кіріп кетер деп, тіл табыспауларын тілеген іштей. Тілегі қабыл болды деген осы. Компьютерлік ойындарға байланып, тіпті ас ішіп, ұйықтауды ұмытып ойнайтын бозбала мұнда шет қақпай болып, 2-3 күн салаңдап бос жүрді де, ақыры музыкалық аспабын қолға алған. Жаңылдың үлкен ұлының өз бойындай аспаппен ертелі-кеш небір күңіренген, құйқылжыған, ышқынған дыбыстарды шығарып ойнайтыны туралы әңгіме ауылда тез тарады. Әр нәрсені сылтау етіп келіп, көріп кеткендер де болды. Солардың бірі Гүлайнаның апасы. Кластасымен жүздесіп, шай ішіп қайтпақшы болған апасына еріп, қыз бұл жолда келген. Аспап шындығында да Ералының бойымен бірдей екен. Сырты тұрқын әжесінің ақ матаға орап қастерлеп ұстайтын қобыз сияқты көрінді. Бұл виолончель, деді жасөспірім жігіт таңырқай қарап тұрған кішкентай қызға. Тартшы, деді Гүлайна, оның жайбарақат қалпын көріп батылданып. Қонақ бала бәлденген жоқ, бір әуенді ойнай жөнелді. Аспаптың дыбысы да қобыздың үніне келеді екен. Гүлайнаның ойына әжесінің ара-тұра қолына қобыз алғанда, жөңкіліп сарыарқада күйік жүрген, тияғы таумен тасқа тиіп жүрген, адамның сатқындығы қиын екен, жолында жанай алмай сүйіп жүрген ай деп ақырып айтатын өлең оралды. Түрлері ұқсас, дыбыстары ұқсас, ендеше әжесінің өлеңін мына аспапта да ойнауға болатын шығар деп ойлады. Үйретсе ғой, деді іштей. Ойын есік тарс етіп ашып кіріп келген кіші ұл бұзды. Алғашында Ерсіннің ойыншықтарына қызыққан біраз бала бұл үйді айналсоқтаған, бірақ өзімшіл ұл маңайлап келген балалардан ойыншықтарын қызғанып, ауланы басына көтеріп, аңырай жөнелетін. Содан біресе әжесі, біресе шешесі шығып, зекіп ұрса берген соң, балалар бұл үйге жолауды қойды. Ақыр аяғында жападан жалғыз қалған Ерсіннің көп күні Гүлайнаның үй жаққа мойын созуымен өтетін. Бірақ ол да ойнауға келмей қойды. Ерсін қызықтыру үшін қыз ауласына шыққан кезде көгала таяғын оған қарай құлаштай лақтырып жібереді. Бірінші күндердегідей жүгіріп келер деп ойлайтын. Қайдағы, Гүлайна бұл жаққа мойын бұрып қарамайды да. Көгала таяқ сулап қайта айналып аяғының астына топ ете қалады. Тағы бірде бұл амалы іске аспағанда, ол әдетінше шешесіне жылап келе жатқан. Ал мөңіреп бұзауымыз келе жатыр, деді палауға сәбіз сұрап отырған Жаңыл апасы. Сол жерде отырғандар дөгілді. Күніне 5-6 рет жыламаса, ішкені бойына сіңбейді, деді інісі. Ұйқысы да келмейтін сияқты ғой, деп іліп әкетті келіні. Немене, баланың жылағанын көрмеп педіңдер, деп шырт ете қалды Жаңыл. Інісі мен келіні тілдерін тістей қойды. Оған несіне ашуланасың, деді апасы. Дабдардай баланың азынап жылай бергені ырымға да жақсы емес. Бір мезгіл өзіңде ақылыңды айтпайсың ба? Туыстарының мысқылдап мазақтарына ызаланғанына Жаңыл Гүлайна таяқпен ойнауға келеді деп едің ғой, келмеді деп жылап отырған балаға. Келмесе келтір. Өзіңнен кішкентай қызды келмеді, ойнамады деп көзіңнің сорасын ағызып жүргенше алдап шақырып алмайсың ба, деді тістене сөйлеп. Қалай, деді мұндайды күтпеген бала. Ойыншықтарын ұстат, ойнасын. Үйренген соң өзі-ақ саған келгісі келіп тұрады. Ауылдағыларға бәрі қызық. Сосын өзің ойнағың келмесе, ойыншықтарыңды жинап ал да кетіп қал. Інісі мен келіні бір-біріне қарады. Апасы басын жайқады.
Жазғы каникул кезінде даяршы болып жұмыс істеп тапқан ақшасы қалтасын тесіп бара жатқандай ерсін күнді әзер батырды. Бұрын өзде зыр жүгірсе, бүгін маңғазданып отырып кешкі ас ішпек, қасымда бір қызды ертіп алсам деген ой жылт ете қалды. Өзі оқитын университетте бүгін оқудың басталуына арналған би кеші өтетіні есіне түсіп, сонда беттеген. Алдында асыға басып кетіп бара жатқан топтың ішіндегі бұрымы бұратылған қызға көзін тігіп, соңынан ілесті. Қыз ортаның гүлі сияқты көрінді, әдемі билейді екен, түрі де сүйкімді. Құрбыларымен кейде ағылшынша сөйлесіп жүргеніне қарап, өзі оқитын шет тілдері факультетінің студенті болар деп топшылады. Өзін бір жерден көрген сияқты. Түсінде ме екен? Әншейінде қыздармен оп-оңай таныса беретін ерсін бұрымды қызға бірнеше күн бойы жақындай алмай-ақ қойды. Бір күні екеуі есік алдында соқтығысып қалды. Қыздың өзіне аңтарыла қараған жүзі мұның құлаштай лақтырған сиқырлы таяғына таңдана қараған бала бейнені көз алдына келді. «Бөмеран», деді ерсін тұтығып. Қыз күліп жіберді. Екеуі бала кезді, бірінің аңғалдығын, екіншісінің жылауықтығын еске алып біраз күліп алды. Әжептәуір әңгімелесіп, жөн сұрасып, жылы қоштасты. Үйіне қайтып келе жатып ерсін мінезі ашық, бойын бүкпесіз айтатын, әрі сондай әдемі қыз екен деп жымиып қойды. Шешесінің оқытушы екендігіне арқа сүйеп, аудитория табалдырығын ара-тұра бір аттайтын, сабағына да ұйқысы қанғанда баратын жігіт келесі күні таңертеңгі асын жүре жеп, университетке тұра жүгірді. Сол әдемілікті көруге асығатын. Бір оқу орнында оқыса да, Гүлайнаны 2 жыл бойы көрмегеніне таңғала бергенде, сабаққа бірде келіп, бірде келмей жүрсең, диплом алу кешінде кездесер едік, деп еркелей тіл қатты қыз. Өзіне қарағанда Гүлайнаның білімдірек, курстастар арасында беделдірек екенінде мойындады уақыт өте. Оның қобыз тартатынын, тіпті университеттің ұлттық аспаптар оркестрінде ойнайтынын білгенде, өзінің музыкаға бейімі жоқ екеніне өкінген. Есесіне спортпен шұғылданатынын біліп, таяуда тастап кеткен бокс секциясына қайта жазылды. Екеуінің арасында күн өткен сайын жақындай түскен бір сезім. Алғашқы кездегідей бірін-бірі бөмеран, жылауық деп мазақтауды қойып, көздерінен шуақ төгіле қарайтын еркелей тіл қатысатын болды. Тек жігіт анда-санда қала өмірінің әлдебір қитұрқы жайттарын түсінбей қалатын қыздың сәбидей аңғал жанына сүйсінгенде бумеранг дейтін еркелетіп. Ерсіннің оқуға деген ынтасы артқанына, бейсуат жүрісінің мына күндері тыйылғанына қатты қуанған ата-анасы оның себебін ойда жоқта түсінді. Достарының бұл қыздан айырылма деген ақылымен Гүлайнаны әке-шешесіне таныстырмақ болып, екі кештің арасында үйіне ертіп әкелген ата-анасы жылы қабақ таныта қойған жоқ. Әсіресе шешесі жақтырмаған боп. Неге? Не бүлдірдің? Үйлену дегенді қайдан шығардың? Оқудан кейін Европаға тағылымдамаға жіберуге келісіп едік, деп Гүлайнаға жаман көзімен қарап, ақырғанда қыз кірерге тесік таппады. Асығыс қоштасып, шыға жөнелді. Бүлдірген ештеңелері жоқ еді. Ерсін соны қанша айтса да, шешесі өз ойынан қайтпай қойды. Білем, мен ауылдың қыздарын Алматыға күйеу іздеп келеді олар. Сен сияқты ашық ауыздарды уыстарына түсіру үшін. Бола қоймас, болдырмайым деп кіжінді. Анасының өктем сөйлеп, үйіндегілерді бір шыбықпен айдайтынын, әкесі де ағасы да оның айтқанынан шықпайтынын білсе де, ерсін бұл жолы көне қояр деп түр байқатпады. Шешесінің көзіне тура қарап тұрып, бәрібір ол қызға үйленемін деді де, есікті тарс жауып шығып кетті. Жаңыл бұл сөздерден жалаңаш етіне шоқ басып алғандай аршып түсті. Үйді кезіп, ерсілі қарсылы жүріп, бір кезде әлде бір ой түсіме кіл тоқтай қалды. Ұлының мына кетісінің арты жақсылыққа апарып соқпайтынын, іске кірісу керектігін түсінді. Дереу дәл қазір ұлын ауыл қызынан айынту керек, мүлде көңілін қалдыру керек. Жалма-жан түрлі амалдарды ойластыра бастады. Өзімен бірге оқыған Сабираның жасы 30-дан асқан ұлы әлі үйленбей жүруші еді. Телефон шалып еді, көтермеді. Әріптесі шетелдегі бір компанияға қызметкерлер жинап жүретін естіген. Қызды мақтап өткізіп жіберсесе. Кетсін, мүлде жер аударып кетсін деп тістене сыбырлап отырып, телефон шалған тізім бекітіліп кетіпті.
Тағы бірнеше жерге телефон шалып, әлде бір үмітпен Сабираға тағы да 1-2 рет қоңыраулатты. Ар жағынан алу деген дауыс естілгенде, бар мәселесі шешілгендей қуанды. Орағыта сұрақ қойып отырып, ұлының әлі үйленбегенін біліп алды. Сосын сөз арасында айтпақшы, бізде бір қыз оқиды, өз ауылдан келген, әп-әдемі, көргенде неге екенін қайдам, саған келін болуға лайық екен деген ой келді, деді жан ашығансып. Сабира өз құлағына сенбей, жөпелдемеде айтуға сөз таба алмай қалды. Тұтқаның ар жағындағы үнсіздіктен үркіп кеткен Жаңыл: тіпті шет жағасын айттым да, кетер емес сияқты, деп қосып қойды. Бұл Сабира үшін күтпеген жай болды. Жалғыз ұлының үйде отырып, қартайғаны ғана емес, күндіз-түні компьютерге телміріп, құмар ойын ойнайтыны жанына батып, не істерін білмей жүрген. Елең ете қалды. Кеудесінде әдемі қыз болса, мойны басқа жаққа бұрылып, ойынын қояр мекен деген әлсіз үміт бас көтерді. Ол қызды қалай көндіруге болады? Маған жұмысқа келе қалсаңдар, университетке бару үшін баласын өлеріндегі сөзін айтып әзер көндірген Сабира Жаңылдың айтқан жерінен табылды. Енді міне, үшеуі жалпы дәріс оқытылатын аудиторияның алдында тұр. Топ қызбен бірге келе жатқан Гүлайнаны аңдығандай байқап қалған Жаңыл тез басып, оның алдынан шығып, күлімсірей тіл қатты. Қызым, тоқташы, саған келіп едім, өткендегіден ұялдым. Бір көңіл күйіміз жоқ кезде келіп едің, ыңғайсыз болды. Сәл кідірген Гүлайна анасындай әйелдің кішірейіп сөйлеп тұрғанына қысылып қалды. Оқас жоқ әпке, ой апай, біздікі де дұрыс емес қой, 2 кеште жетіп барғанымыз. Сендер жассыңдар, сендердікі кешірімді. Бізді айтсайшы, сонымен кешіресің ғой әпкеңді. Гүлайнаның жауабын тыңдамастан бастырмалата сөйлеп кетті. Дегенмен ерсіннің талғамы күшті екен. Мен құрбыларыма, туыстарыма мақтанып айтып қойдым. Бір сұлу қызды ертіп әкелді деп. Бәрі қуанып жүр. Бір құрбым шыдамай құтты болсын айтып келіпті тіпті. Сені көрейін деп тұр. Әнеки, жүр таныстырайын. Ой апай, ұят қой, бармаймын, кешіріңіз. Жаңыл тартыншақтағанына қарамай, қызды иығынан құшақтай аудиторияға қарай алып жүрді. Сабира сыпайы сәлемдескен әдемі қызға сүйсіне қарады. Сосын, келінім сендей болса деп армандаушым, деп қызды көзімен ішіп жеп бара жатқан ұлын түртіп қалды. Қарадай қысылып басын көтере алмай тұрған қыз оны байқаған да жоқ. Сыпайы қоштасып, аудиторияға кіріп кетті. Жігіттің қыздан көз ала алмай қалғанын көріп, осы жайды пайдалану керек деп ойлаған Жаңыл мәселені төтесінен қойды. Ал Сабира, тезірек дастархан жай. 2 жасты таныстырайық. Бүгін бе? Енді қашан деп едің? Ұлыңның жайы белгілі ғой. Басы бір жаққа қисаймай тұрғанда көңілін қызға бұру керек. Осынысымен Жаңыл құрбысына ұлының ойнампаздығынан хабардар екенін біліп, тілінің сұғын қадай кетті. Жүрегіне оқтай қадалса да, Сабира оған қарсы ештеңе де айта алмады. Баласы бұған дейінде өзін таныс, бейтаныстардың алдында сан рет ұялтқан. Төмендеп жасып қалған талай рет. Ал Жаңылды сөзі оңай тисе де, тимесе де, маған жанашып айтып тұр деп ойлап іштей ақтап басын шұлғыды. Жаңылға керегі де сол еді. Бар билікті қолына алып, кешке Сабиранікінде кездесетін болып келісті. Оның үйден гөрі дәмхана дұрыс емес пе деген ұсынысын Жаңыл шорт кесті. Осы сенің ақылың қашан кіреді? Дәмауыз деген соң екеуіміз амалын тауып шығып кетпейміз бе? Екеуін оңаша қалдырып, сосын жастар өздері тіл табыспай ма? Қыздың қалғысы келмесе ше? Ту, сенде бір, ол жағын маған қалдыр. Сабира Жаңылға таңырқай әрі сүйсіне қарады. Ойпырмай, мен неге осындай пысық болмадым екен деп ойлаған. Сол пысықтығы ғой мұны талай рет жетістікке жеткізген. Аудиториядан шыққан Гүлайна өзіне жарайындай күліп қарсы келе жатқан Жаңылды көргенде аң-таң қалып жүрісін баяулатты. Қызым, қуанышым қойныма сыймай тағы келдім, деді Жаңыл күле сөйлеп. Екеуіміз жақынырақ таныссақ, кей шаруаны ақылдасып алсақ, ер азаматтарға айтудан бұрын сөйтіп оларға тосынсыз жасасақ. Жаңыл қыздың ойлануына да мұрша берместен бастырмалата сөйледі. Осындайда досың болғаны қандай жақсы. Сабира үйіне шақырып отыр. Оған да ұнап қалыпсың. Көзі дөңгеленіп, басын шайқай берген Гүлайнаның бірдеңе деуіне мүмкіндік бермей